Yeah, people, champ. Assalamu alaikum. Халықаралық әйелдер күні және балалар күнімен, яғни балалардың құқын қорғау күнімен бүгін мен біраз аздап бензин құйып алып, сосын ұзақ жақтан келетін кісілерге мысалы, және ар жақтан келетін кісілерді тегін орталыққа қарай жеткізіп берейін деп, бірінші бензин аламын, екінші жоғары үйге барып, машинаны әдемі жуып тазалап, сосын беті қол жуып әрине. Сосын ар жақ қарай, ар жақтан бері стадионға келетін кісілерді тегін жеткізіп беремін. Сосын кейін сол кісілердің қазіргі тіршілігі қалай болып жатқанын, сосын кейін өзімнің ойлаған бір-екі қызықты сұрақтарымды сұраймын. Кісілер тегін такси дегенде қалай қабылдап алар екен, барлығымыз көреміз. Бірінші бензин алайық. Машинамды әкеп, жоғары жақ кеп жуып алдым. Бет қолды жуып алдық. Жалпы суаттан, жалпы орын сусында жай үйдіңде судары жауап екен. Бірден болған сияқты. Бисмилля. Алғашқы болғаннан кейін ба, білмеймін, өзім қоғалжып тұрмын. Көпір осына келдім, ар жақ өткізіп тұрмын. Негізі нарда жол, жүрістің бері жағынан жауып болып тұр. Машинасыз күн деген адам демекші орған сияқты. Шама келгенше кішкене Өлгейдің сыртына қарай алыс жерлерге баруға тырысам. Жақыннан кіші жеткізгенше алыстан келе жатқан аналарымызды, ағаларымызды, қарындас бауырдарымызды жеткізетін боламыз, тегін жеткізетін боламыз. Мына жерде қалың балалар туғымен кетіп бара жатты әдем. Кезінде бізде барлығымыз туғымен ойнап, туғымен қыдырып жүретін арда апайдар арбамен екі баласы бар. Мен тура 5 жолдың ар жағына қарай, Зайд мектебіне қарай жүрейін. Жақсы саға. Мерекелеріңіз бен? Бірге болсын, рахмет. Балалар, мерекелеріңмен? Рахмет десеңде ше. Рахмет дейсің өйтеді. Балаларыңыз неше жаста? Көліміз 7-те, кішкенеміз 4-те. Күн сабақ деген ғой, е? Сабақ тарақ қойды? Тарақ қойды сол енді. Аттарың кім? Атың дейді? Айсач? Менікі Ағла. Ағла? Амангүл. Амангүл? Сен атың дейді? Арман дейді. Арман дейді. Арман ба? Сіз өзіңіз не істейсіз аға? Біз базарда Бесті деген компанияның етін сатамыз. Кәсіп құрып жатқан адамдарымызға ептеп күнімізді көріп ақырдап. Жақсы аға. Алжа, рахмет. Жақсы ойлатыңыздар. Әмін айтсаңыз. Алжа, рахмет, Алла разы. Алжа, пока. Пока. Бай-бай. Рахмет. Алжа. Алғашқы қонағым дейін ба, тұтынушым дейін ба, әкеліп салдым. Негізі кісілер неге жатқан сияқты, үйінен шығып жатқан сияқты. Мына жерде машинаға тоғып қалатынды. Күшті бір әдемі, өзіңде әдемі сезімде болып қалады екенсің, ар жаққа қайта өтті. Merhabalar. Қалдарың қалай? Жақсыз? Не шығасыңдар? 7. 7. Бәрің бар? Жоқ. Сен? Мен 4. 4. Отан, кішкенсіка. Сауықты жоқ па? 3 класс. 3 класс па? Неше сомстаға кетіп барасыңдар? Ау. Балаларға айтам, неше сомстаға кетіп барасыңдар дейм. Неше сомстайсыңдар? Бос біле ме? Бос үлкен бастық. Аттарың кім? Ерлан Құнанбай. Құнанбай, сен? Кім? Манчик. Манчик. Әдем атың бар екен ба? Жылда өзіңіз ертіп жүрсің ба? Жоқ, ақшасын ертіп жүрсің. Жылда ертіп жүрсің ба? Әйтпесе мынадар сақтар бір жерге кетіп қалады, бірдеме болып қалады, ертіп жүр. Дұрыс.
бағанама келіп Саған кел деп пе еді? Осы жібермей қойды ма? Сақта қаңғып кетеді. Алшыға дейін дейді. Сабақтарың жақсы ма? жақсы Неше оқып тұрсыңдар? бес Аздап 4 бар ғой, ие? Мәншік, сен сабағың жақсы ма? Қазір алға әлжі. Жа, сиіп отырып алыңдар, жа ма? Жа, қай мектептесіңдер? Қай бесінші бір класстасыңдар? Неше класстасыңдар? Жа, неше сом ұстадыңдар? 10.500 қалып неме алдың әлжі? 7 мың қалды. 7 мың қалды? Мылтық алдыңдар ма? Сол мылтық алдыңдар ма? Жоқ. Онда не істедіңдер? Қалың. Ойыншық ойнап. Ой. Ойыншық неше сом екен бір ойнаған? 2 мың. Неден қымбат, ие? Қымбат екен тіпті. Сол дұрыс па? PC емесіңдер ма? PlayStation ба? PlayStation ба? Көп PC ойнамаңдар, жа? Көп ойнамайсыңдар ма? PC жаман ба? Екеу бәрі бірдей ойын ғой. Жоқ, PC'дің ойы. Біз сағат ойнамыз, жалқы PC'дің ойнаймыз. Мен танисыңдар ма? Жоқ. Танымайсыңдар ма? Чоқа деген бала танисыңдар ма? Жоқ, так, әнші? Жоқ. Әнші. Есі бір одан. Сен танисыңдар ма? Жартысын танымайсыңдар ма? Бәрін танисыңдар ма? Тыңдайсыңдар ма? Алжа, жақсы айтатыңдар. Бай, пока. Қалың кішкене фендер біргіз күшті болып қалдым ғой. Жа, енді, келесі. Жәйгі паркке бармаймыз деп тұрған тұсқа қайсы еді? Паркке бармаймыз, қазір асанамыз келеді дейді. Қорқып кеттің ба? Ана қиын не қылады. Жалғыз жүруге болмайды Асылбекке. Немене ана Талбайда Қытай жүр дейді ғой. Мен 15-нен ұстаймын. О, кісі бай екенсің ғой. Солмайды. Нетеге бабайсың? Күнді қардан екен онда. Бие? Неше болды? 3 мың сонда мен ойнайтынбыз ғой былтырда. Әуел ошыр тимекейді талысып қайтатынбыз. Ағасы текке келді ғой енді рахмет айтыңдар. Алжа, пока. Әмін, жақсы айтатыңыздар. Ойбай, алдына тұратын. Ықылас па? Менің Ықылас деген досым бар ғой. Ықылас неше жастасың? 6-тасың ба? Сенің атың кім? Алмас. Сен нешедесің? 4. Сен 4 дейсің ба? Алмас неше сом ұстайсың? Алмас неше ұстайсың дейді? 4 сом ұстайды. 4 сом ұстайсың ба? О, нені көп ақша ұстайсың? Маған картасын берші. 2 сом. Ана жақын 2.90 болса жек. Мына жайымыз көшеміз ешқандай мына ақшаға бар. Бәсі сол көшемді көшкен. Жа, мен сіздерді осы жерден қалдырып кетейін. Пока, Алмас. Ықылас, пока. Жа, қайдан біраз кісілер іздейік. Қойын деген сұрақтарым қоя алмай қойыстым. Танитын кісілер кезіп тыңса қойсам жақсы еді, танымайтын кісілер. Тура қоя бергенде біздің адамдар тура жақсы қабылдап алмайтын шығар. Жақсы амасыздар. Берекелеріңізге. Бірге бол. Не var теңеше? Ой, түп жоқ өздерің амандасыңдар ма? Жатырмыз осы. Жастабан. 40 жастамын, осы сор болғандарын қарғам.
Дастаған деген өте қобыр сүйек екен. Сосын естімеген қобыр сүйек. Бақ айтады ғой, маған әгбір мейкір айланып кеп қайта кетіп қалды ғой. Жүгірмей қойдыңыз емес пе айтпас, анаған жетіп қояды дейді. Апасына жүгір деп тұрсың ба? Маған жүгірмей қойды. Жаншып барасың ғой апасына жүгірді. Аттарың кім? Мәдина? Ол күштадың бар екен. Айтолқын. Одан кейін? Айкөміз. Айдың бәрін жинап алыпсың ба? Тегін жеткізіп жүрмін арты. Балалар күні? Бір сезерліктен 12 бала дегенде қазір өлкеде қанша сезерлік бар? 18 сезерлік бар. 18. Микро қазір нешемен жүреді нашыда? Бір кісі? 400 теңге. 400 теңге. Үйленгендеріңіз қанша жыл болды? 20 жыл болды. Жаңа ауыл жақта көбейтіп жатқан жақта біраз кісілер бар екен, сонда келдім. Атың кім? Жәмила? Неше сом ұстайсың? Ақшаң бар ма? Ақшаң жоқ па? Ақшам жоқ. Жаңа суға бір келіншек секілді кетті. Тамақ демей кетті. Қашан? Сөйлеп бір жылдағын дауыс шықты. Ойбай, мен есімді қайтайын деп айтқан сонда келіншек түскен. Қай жерде түскен? Мына жақта. Жақсылар, паркке барасыздар ма? Тегін апарып отырыңыз. Сонда сені. Балалар үшін. Балалар үшін бе? Иә. Айтпашы мені қазір жырмауда ойлар, болмағанды болмаса да болғандай ойлап, қызғаныштан жаман ойлап, түршіктіреді денемді сенің тәніңді бұлғап, қолыңнан келсе кет. Ал жерді жақсы білетіңіздер. Жоқ алмаймын, ақшалай. Жай біраз кісілер сол үйлеріне жеткізіп, паркке қарай келіп, біраз кісіні алып жүрдім. Байқағаным, қыз балалар, мысалы, көп қыз болса да, 5 қыз болса да, 6 қыз болса да, тоқтап, паркке қарай деген апарып сағайын отырып алдыңдар десең, отырмайды, қорқады. Олар болғанда қуана, «Ва!» деп айғайлап кеп, тұрайға отырып алады. Мен жаңа мына жақтан андай неменен келдім. Мынандай нәрсе. Қаладан Нұрка деген досым екеуміз алдырдық. Мынау немене нәрсе дегенде камера кешікпей реакшн видеолар бастайын деп отырмын. Нұрка деген досым болған кезде стрим істейді. Стрим дегенде қазіргі дүние жүзіне атақты ойындарды тура онлайн ойнап, сол өзінің тәжірибесін басқаларға бөліседі деген сияқты. Коробкасынан әлі ашқан жоқпын қазір, Нұркаға кезейін деп тұрмын. Нұрка екеуміз кезігіп, сол екеуміз бірге ашатын боламыз. Біз мында Нұрка екеуміз осы біраз уақыт күтіп жүрген камерамызды алып ашып көрейік деп отырмыз. Unboxing деп жатырмыз. Сен телевизорға береді. Не бар ішінде? Жай бар. Шетінде торы бар, мекінде торы жоқ. Мен көрген кездегі көжекке қой. Мынандай кедір, иә? Сен тасып көрсетеді. Үйетке ұзын көрі ма?
астында суретке бекітетін тағы бар екен ғой. Жақсы екен ғой. Мынандай USB-мен тура компьютерге қосып қоятын. Негізі вебкам, бірақ та Webcam. 1080 Кимен жазады. HD 1080 HD-мен жазады. Неше FPS? 30 FPS емес пе, е? Иә. Иә, 30 FPS-пен жазады. 30 FPS-пен жазады. Мхм. Көп қатса жоқ. Тұнық негізі қазіргі тұнық жазатын камерадармен бірдей деген сөз, бірақ кең жазады содан кейін. Кең жазады, иә, иә. Несі бар екен ғой? Ховер бар, несі бар екен? Ховер бар екен? Негізі осы екен. Ішінде басқа ақша салмапты. Ал енді бұны алған себебімізді досым айтып жүрмейсің ба? Біз мына камераны алдырған себебіміз арнайы Өлгейдегі осы YouTube каналымызды, өзіміздің каналымызды дамыту үшін осындай арнайы камера алып жұмыстарымыз бастап жатырмыз. Нұрка өзі стрим істейді. Стример болады. Мен ютубер боламын. Енді бірдей ютубер ғой ол досым. Екеуміз сен де ютубер салады екенсің ғой. Дұрыс. Енді бұны бәріміз дамыту керек, жастар оны түсіну керек. Рекшн дегенді білу керек, енді негізі әдемі ғой. Қолдау керек. Қолдаңыздар бізді астында subscribe. Менің subscribe линкс астында дейсің ғой. Жақсы, рахмет. Осы камерамен түсірген видеоларымызды кешікпей сіздермен бөлісетін боламыз. Әзірге жақсы тойлатыңыздар. Ал жақсы.